Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен қазақтың ұлттық тағамы қызыл ірімшікті дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Өте дәмді қызыл ірімшікті міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де қазанға осылай сүтті құямыз, астын қосамыз, қайнатуға қоямыз. Қайнауға жақындағанда бетінде қаймақ пайда бола бастайды. Сол кезде үстінен айранды құятын боламыз. Және араластырамыз. Осы кезде отымыз қатты отта болғаны дұрыс. Және де сүтіміз іріп, сары суы шыға бастаған кезде астыңғы отын жай қоямыз. Қақпағын жауып, тағы да 2 сағаттай жай отта қайнатамыз. Бұл қызыл ірімшіктің жасалу әдістері өте көп. Мен бір әдісін бөлісіп жатырмын. Міндетті түрде осы тәсілмен жасап көрсеңіздер болады. 2 сағат қайнағаннан кейін осылай сарғыш түске айналады. Осы кезде дәміне қарай 3 ас қасықты толтырып шекер салдым. Сіздер өздеріңіз білесіздер, 3 ас қасық немесе 4 ас қасық салсаңыздар болады. Араластырып бетін жауып, тағы да 2 сағатқа жай отта қайнатамыз. Оған дейін біз осылай марлымызды дайындап аламыз. Қайнап болғаннан кейін марлыға осылай қызыл ірімшіктерімізді алып, салып, сүзіп алуға дайындаймыз. Міне барлығын осылай салып шықтым. Міне барлық ірімшіктерімізді осылай сүзіп аламыз. Және де барлығын осылай жинап, кішкене сығамыз да үстіне ауыр затты басып қоямыз. Сосын 4-5 сағат осылай ауыр заттың астында тұрған дұрыс, сонда формасын өте жақсы ұстайтын болады. Одан кейін алып, турап, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Өте оңай дайындалады. Осы рецепті жақындарыңызға әлеуметтік желілерде бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің видеом ұнаса, видеоға лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар және каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Сіздерге алдағы уақытта керемет рецептілермен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Сіздермен болған Нағима ас болсын.